Сіздер Kahoot программасымен танысайық. Мен кеше жіберуім керек болған, бірақ жібере алмадым сіздерге. Kahoot программасын телефоннан оңай істеуге болады. Бұл үшін сіз регистрация жасайсыз. Kahoot-тың кейбір нелері платный болған, бірақ осы жағдайға байланысты қазір бесплатно премиум мұғалімдерге беріп отыр. Премиум деген жоғарғы жұмыс жасау түрі. Енді мынау менің алдыңғы жұмысым болған. Бұл алдыңғы жұмысын сіздерге көрсетейін. Мына жерде study дегенді басып, practice дегенді басып, OK go дегенді басамыз. Қандай түсте? Мына иттің қандай түс екенін табу керек. White ақ түсте. Дұрыс. Next дегенді басып кете береміз. Енді мен сіздерге осындай тапсырма жасауды үйретейін. Мына жерде create дегенге басамыз. Одан кейін мына жерде сурет таңдаймыз. Суретті таңдау үшін менің галереяма, одан мынақа crop дегенді басып суретті кесе аласыз. Енді текст. Бұл пән, қай пәннен? Мысалы, бұл сурет сабағы. Enter credits 1000 балл, 100 балл дейік. Save жасаймыз, сақтаймыз, яғни. Енді мына жерде add question деген бар. Add questionға басамызда, мына жерде quiz бар, puzzle бар, true false бар. Quiz деген сұрақ, тест жасай аласыз, яғни жаңағындай true false-да дұрыс қатесін тап, дұрыс па деген сияқты. Puzzle-да кәдімгі puzzle жасаймыз. Біз қазір quiz жасайық. Мына жерге tap to add дегенге сурет қоямыз. Мына жерде камерадан өзіңіз түсіріп қойсаңыз болады, фотодан сіздің телефоныңыздағы фотолар, видео қоюға болады. Image library дегенде кітапханадағы суреттерді қоясыз, яғни осы Kahoot-тың ішінде бар суреттерді қоюға болады. Біз нені қоямыз? Біз animals-ды қояйық. Animals-да мынау маймылдарды қояйық. Енді save сақтаймыз. Енді сұрақтарымызды құрастырамыз. Мына жерде 20 сек деп тұр ғой. 20 секунд дегенді сіз көбейтуіңізге болады. 30 секунд қылуыңызға болады, балалар ойлану үшін. 60 секунд қылуыңызға болады. Біз 60 секунд қылайық. Енді мына жерге сұрақты жазамыз. Enter question дегенге сұрақты жазамыз. Суретте қанша маймыл бар? Мына жерге 3. Мына жерге 2. Мына жерге 1. Мұнда 4 делік. Енді бұның дұрыс жауабы correct answer деген бар. Соны ашасыз. Сосын астындағы көк плюс деген бар. Соған басып, тағы да сұрақ құрастыра бересіз. Енді puzzle-ды құрастырып көрейік. Puzzle-ды құрастыру үшін тоже сурет таңдаймыз. Сурет таңдау үшін history-ға, тарихқа бар көрейік. Тарихта не бар екен? Тарихта мынау әдемі сурет шықпай қалды. Әдемі суретті тауып көрейік. Мінекей мынау кітапхана. Осыны көрейік. Old library in the Prague. Прагадағы ескі кітапхана екен бұл жер. Сақтайық. Енді сұрақтарын жасайық. Прага, Париж, Лондон, Астана. Мына жерге сұрағы суретте не көріп, суреттегі кітапхана қайда орналасқан? 60 секундыңызды көбейте аласыз, азайта аласыз, 90 секунд қылайық. Енді осыны сақтап көрейік. Тағы бір түрін көрейік. True false-ды. True false. Сурет таңдаймыз. Суретте не қойсақ екен? Спорт. Спорттың қай түрі деп жасауымызға болады. Спорттың қай түрі? Add, save, enter question дегенге сұрақ. Бұл спорт түрі футбол. True. Дұрыс. True деген. Бұл дұрыс дегенге басамыз, ашамыз. Енді save жасаймыз, сақтаймыз. Бұның тақырыбы не болсын, қандай сабақ болсын? География. География. Save. Мінекей сіздің жұмысыңыз сақталды.
мына reports деген жерден сіз кім қандай балл жинағанын көріп отырсаңыз болады. Мысалы мына жерде Шима деген 845 жинапты, мен 961, Нэнси 0, Робин 0. Солай анализ көріп тұрсаңыз болады сабағыңыздың. Енді жаңа жасаған жұмысымызды көрейік. География, study'ді басамыз, practice. Ойынға бастаймыз. Суретте қанша маймыл бар? 4 дейік. Қате. Келесі. Пазл. Суретте кітапхана қайда орналасқан? Так, Лондон. Біз бұның дұрыс жауабын белгілемеппіз, қате кеттік. Окей, no problem. That's wrong, Praga деді ана. Next деген келесі. Енді true, false, дұрыс, қате. Бұл спорт түрі футбол. True, дұрыс. Мінекей. Бұл ойындар балдарға өте қызықты. Әріптестер, сіз оларға қуана жасайтын болады бұл тапсырмаларыңызды. Мінекей, осы ғана Kahoot-тың жұмыстары. Бұдан түрлі нәрселер жасауға, барлық сабақ қолдануға болады. Яғни тек қана ағылшын тілі емес, ағылшын тілінен просто программалар ағылшын тілінде. Бірақ ағылшын тілінде болғанда мен айтып жатырмын сіздерге, көріп үйреніп алсаңыздар жолын, одан кейін сіздерге оңайырақ болатын болады. Ал өздеріңіз жасап көріңіздер Kahoot-ты.